Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім бейсенбі кезекті подкастымызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта NFC-ден әлем чемпионы Ильдар Құдайбергенов, теолог, эксперт Жандәулет Сүлейменов және де дінтанушы Кеңшілік Тышқан. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз, қайырлы күн. Бүгін бір қызықты тақырып алып отырмыз. Спорт және дін деп. Бұны алудағы себебіміз неге спортшылар арасында радикалды дінге өтіп кеткен адамдар көп. Мені сол сұрақ қызықтырады. Және де кешелі бері TikTok, Instagram, YouTube әлеуметтік желілерінен MMA-ден чемпион болған қыздың паранжа тағып, спортты тастап кеттім, исламда спортпен айналысуға болмайды деген сияқты подкасты шықты. Содан кейін менде көп сұрақ пайда болды. Енді бірінші сұрағымды Кеңшілік аға сізге қойғым келіп тұр. Қазіргі жастар кімді үлгі тұтады? Және де әсіресе осы спортшылар арасында радикалды діни өкілдері неге көп? Бірнеше себептер бар шығар деп ойлаймын. Жалпы спорт бұл енді көп қарым-қатынас, көп іс-сапар, көп қоғаммен байланыс. Сондықтан да сондай бір жағдайға байланысты спортсмендер де көптеген ситуациялармен бірге келетін шығар деп ойлаймын. Оның үстіне жалпы спорт саласы бұл сайыс, күрес болмаса бір жарыс болғаннан кейін ол жерде мынау тылсым күшке деген сенім де өте маңызды рөл атқаратын шығар деп ойлаймын. Яғни әрбір сайыстың алдында, әрбір жарыстың алдында, әрбір жекпе-жектің алдында жаңағы белгілі бір іштей дайындалып дұға жасау, не болса жаңағы болған сәттіліктер мен сәтсіздіктерді қандай да бір сыртқы тылсым күштің, құдайдың дейік, жаңағындай сәттілігімен немесе жол болумен, немесе жаңағы тағдырмен болмай қалу деген сияқты сондай бір сенімнің де байланысы бар шығар деп ойлаймын. Екінші мәселе, жалпы мынау радикалды бағыттағы азаматтардың дінді уағыздау направление дейміз ғой, бағыттарының ішінде де әсіресе жастар, соның ішінде мына өнер адамдары мен спортсмендерге көбірек бағыт беретін сияқты. Неге десеңіз, олар физикалық жағынан дайын болғаннан кейін, мысалы біз бұның түбегейлі былай кең ауқымды қарайтын болсақ, тіпті қажет болатын болса шетелдерде қандай да бір қарулы қақтығыстарға оларды апару үшін де олардың физикалық дайындығы жоғары болғанын қалайды. Сондықтан да спортсмендердің ішінен егер сондай мықты азаматтарды қатарына түсіретін болса, олар бір жағынан физикалық жағынан оларға көмек көрсетеді, екінші жағынан әрине ол сол арқылы қоғамға ықпал етуге де болады. Себебі спортсмендер көбінесе танымал болып келеді ғой. А сол танымалдықтың айналасында, оның шәкірттерінің айналасында, оның сол командасының айналасында сол толықтай әсер етуге болады да. Сондықтан сондай бір яғни объектіге айналады да. Сол объектіге жету үшін менің ойымша радикалды бағыттағы азаматтар соған жұмыс жасайтын сияқты. Оның үстіне тағы да бір мәселесі бар. Жалпы үшінші мәселе деп қарастырсақ болады бұны. Егер де қандай да бір топтың ішінде радикалды бағыттағы азаматтар, өкілдер қалыптасатын болса, сол бағытта жүрген азаматтардың көбісіне ықпал етеді. Бірге жарысқа барады, бірге қонақ үйде жатады, бірге тамаққа барады, бірге дайындалады, бірге шетелге шығады, ал қасында сапарлас болады. Ал үнемі қасында жүргеннен кейін оның айтқан уағызы, оның жаңағы айтқан әңгімесі, оның жаңағы келтірген дәйектемелері әр уақытта оның біртіндеп жаңағы оған әсер етіп, түбінде сол басында қай жерлерде қалыптасып қалды, сол жерлерде тарау ықтималдығы көп. Мысалы, ол тек қана спорт емес, қандай да бір ауылда болатын болса да, сол ауылдың азаматтарының кіру ықтималдығы жоғары, чем анау радикалды бағытты өкілі жоқ ауылдан қарағанда. Сондықтан да ол айналасында уағыз, өйткені діннің өзінің де бір миссиясы, ерекшелігі сол ғой. Ол өзінің ақиқат деп тырнақшаның ішінде тапқан дүниесіне басқалардың да көзін жеткізуге тырысады. Міне соның айналып келген кезде спортсмендер, оның үстіне спортсмен халқы, спортсмен жалпы жаңағы бөлігі дейік қоғамның жалпы радикалды бағыттарға кіру көрсеткіштер тұрғысынан қараған кезде жаратылыстану бағытындағы азаматтар мен спорт бағытындағы азаматтар тез кіреді. Неге десеңіз, гуманитарлық бағыттағы азаматтар, тарих, басқа да саланың азаматтары, олардың критикалық ойлауы немесе кругозоры өте көп болғаннан кейін, олардың қарсы уәждері, сұрақтар өте көп, сыни пікір айта алады. Ал жаңағындай спортсмендер, олар нақты результатқа жұмыс жасайды ғой. Бар, жоқ, жетті, жаңағыдай не сияқты, кішкене робот сияқты.
Харам халал, тыйым істеме, жетпе деген сияқты, жеңіс деген сияқты нақты категорияларын жұмыс жасағаннан кейін олар мүмкін сол нәрселерді көп енді кітап оқу, мүмкін спортсменге де байланысты шығар, бірақ жалпы алған кезде спорт саласындағы азаматтар сондай результатпен нақты сол көп уақыттар сол өзінің физикалық жетілуімен кететіндіктен мүмкін өзінің ішкі жетілуіне көп көңіл бөлмейтін шығар деп ойлаймын. Сол үшін де жаңағы сондай діндерге, сондай ағымдарға, сондай уағыздарға былай басқа уақыттарда, бос уақыттарда көңіл бөлуге тырысады. Соның арқасында олардың қатарында таралу көп. Одан кейін екінші бір мәселе бар, жаңағы діннің өзінің ішінен шығатын мәселе, яғни күшті мұсылманның әлсіз мұсылманнан қайырлы болу, немесе пайғамбарымыздың сүннеті садақ ату, күрес жасау деген сияқты спорт түрлеріне көбірек жаңағы уағыздалуы, бұл белгілі бір деңгейде тіпті радикал спортсмен радикал болмаса да, радикалды азаматтар спортпен айналысуға бейім болады. Неге десеңіз, олар жаңағы хадистерге, жаңағы діни мәтіндерге байланысты лайықты болу үшін. Сондықтан осындай жан-жақты тұрғыда байланысты. Бұл тек қана енді жаңа исключение, нақты бір сол қатып қалған қағида деген сөз емес қой. Жалпы алған кезде қоғамның әр кесімінен, әр санатынан, әр түрлі категорияларынан кетіп жатқан, кіріп жатқан азаматтар бар. Бірақ соның ішінде біз байқап жүрген, яғни ерекшелік, әсіресе өнерге көбірек атака жасайды, көбірек шабуыл жасайды. Неге десеңіз, жаңа дінде музыканың харам болу деген мәселе тұрғысынан көбірек уағыздалады. Соны кетіп қалады. Мысалы біздің қаншама жаңа ақындарымыз, неше түрлі жаңағы өнерпаздарымыз, кейбір әншілеріміз жаңағы кетіп жатқан жағдайлар бар. Өйткені ол жаққа да басында кеткен кезде біраз азаматтар кетеді, кейін сол айналасында жүрген азаматтар тартады деген сияқты. Ал енді одан кейін екінші бір сала сол жаңағы уязвимый дейміз ба, жоқ әлде әлсіз сала дейміз ба, ол спорт саласы. Енді бұл әрине біраз сұрақтар туындатады. Неге десеңіз, кейбір кездерде сондай наразылықтар туындап жатады. Жаңа Құдайға деген сенім, мысалы жеңіліп қалған кезде де ол өзіне дайындалмай Құдайдың бұйырғаны ғой деген сияқты нәрсеге де барып қалатын негативті жағдайлар да бар. Одан кейін жаңағыдай өзіңіз айтқандайын кейбір беттен ұратын спорттарға тыйым салынған діндегі кейбір қағидаларға байланысты бұл харам, бұны істеуге болмайды, жаңағыдай ММА сияқты, жаңағыдай ереже жекпе-жек сияқты нәрселер ол болмайды деген сияқты. Өйткені Алланың жаратқан нәрселердің ішіндегі ең жақсысы адамның көркем жүзі, ол жүзінен ұруға болмайды, бетінен ұруға болмайды деген сияқты нәрселермен сол жаңағы уағыздар арқылы өзінің бұрыннан бері кәсіп қылып жүрген спортын тастап кетуде әбден мүмкін. Жаңа аға айтып өттіңіз ғой сіз, шорт кесу харам, яғни халал. Енді радикализмнің бір қағидаларының біріне сол спортшылардың мінезі сәйкес келетін сияқты ма, қалай ойлайсыз? Мысалға аға айтып өтті ғой, буквализм, яғни артына үңілмейді, бірден жаңағы харам болса харам деп қабылдайды, жаңағы Құранда да тәпсірлеген кезде қалай айтты, солай қабылдайды деген сияқты. Спортшылардың мінезіне сол сәйкес келеді деп ойламайсыз? Мына жерде енді ол да келеді, оны да айтуға болады. Жалпы енді сөзіңіздің басында бір айттыңыз, соған сәл тоқталсақ. Неге спортшылар арасында радикалды көзқарас ұстанушылар көп? Негізінде былай енді талдаушы ретінде мен қарайтын болсам, онша көп емес, айтарлықтай көп емес. Бірақ олардың солай қоғамда көрінуі қоғамда резонанс тудырып жатыр. Өйткені олар қоғамда бірталай кәдімгі аудиториясы бар, жетістікке жеткен, өзінің тыңдарманы бар, артында ерушілер бар деген секілді, уже былай айтқан жамағаты бар, тырнақшаның ішінде айтқан болса артында. Сондай болғаннан кейін ол тез көрінеді. Және ол тез сыналады да қоғамда. Қазір мынау әлеуметтік желі, мен ойлаймын кейде кеңшілігі бір кейде әлде солай көрінеді ма, бір сын жамандау, бір жаңағыдай позитив болмаған бүкіл ақпараттың барлығы осы жерден табылып жатыр әйтеуір. Қандай бір әйтеуір бір кемшілік деп көрседі, соны жариялауға бейім, көрсетуге бейім. Жариялау емес шығар, ол мүмкін былай шығар, жалпы негатив ақпараттар тез тарайды да, өйткені жалпы халықтың өзінің мына аудитория дейміз ғой, жаңа ақпараттық адам психологиясы да бейім ба соны тыңдауға? Бейім, сондай нәрселерді жаңағыдай бір сенсационный дейміз ғой, жаңағыдай ерекше бір жаңғырық тудыратын дүниелерді ары қарай сүйреп кетуге бейім. Әйтпесе талай жақсы жаңалықтар болып жатыр, оны ешкім бөлісіп, ешкім ондай жаңа жар салмайды ғой. Ал жаңағыдай бірдеңе болса, ойбай керемет жерден жетіп тайып қалған сияқты сондай нәрсе. Кеше материалды қарап отырмыз, Әйгерім қарындасымыз айтты ғой. Спортты дін үшін тастау деген тақырып қойған да. Былай ойладым. Әрине, саф ми, ақыл оны қабылдай алмайды. Дін үшін спорт тастау, ол қалай салауатты өмір салты болса, ол спортсмен болса, спортпен айналысып жүрген болса, сондай бір спортты жек көрінішті қылып ортаға шығарып жатыр да, түсірілімдерді кейбір қарап отырсақ, спортты жек көрінішті қылып ортаға шығарып,
бұл міне бұл адасушылық, бұған жолға түссең осындайды бір жаңа жиіркенішілік көрсетіп өзін альхамдулилля мен тура жолға түстім деген секілді. Былай қарасақ ондай да тенденция бар. Ол спорт пайғамбардың сүннеті екен бір жағынан қарасақ. Неге оны жиіркендіруіміз керекпіз? Сондықтан да бұл жерде қаншалық деңгейде біз баға беріп жатырмыз бұл ситуацияларға. Соны бір әрине зерттейтін маман керек және оларға орталық керек негізі. Бізде қазір өкінішке орай енді мен мына оңалту саласында көбіне айналысамыз ғой біздің жұмысымыз. Өкінішке орай проблема бар сол жерде. Дедуктивті түрде, то есть индуктивті түрде зерттеуді қажет етеді именно. Мысалы Ернар бауырымыз спортта жетістікке жеткен. Жаңағы NFC бойынша да сізде чемпион мира әлем бойынша жаңағы боксын неге шақырып отырмыз? Боксында біз пікірін тыңдайық. Бұны да айтып қосар бар. Мәселен түзету мекемесіне біз барамыз. Сол кезде барған кезде күшсіз бен әлсіздің арасындағы оқиғаны біз жиі көреміз. Күштілер қашанда басым. Ол қоғамда да солай көрінеді. Оны реттейтін бізден норма қабылдағанбыз, құқықтық жүйе деп атаймыз, заң деп. Бірақ дей тұрғанмен де күштінің мысы басады кез келген уақытта. Әлсіз дей тұрғанмен де ол әлсіздік көрінеді бәрібір де. Сондықтан мына түзету мекемесіне де барған кезде күштілер алдыға шығып, жаңа деструктивті бағыттағылармен сол бір топ қауымдасып, оның ішінде көбіне спортсмендер де бар, сол жерде спортпен айналысып жүргендер де болады, мысалы Ереке. Сондықтан ол жерде уже бір топ пайда болады. Мын жақтағы әлсіз топ сол топқа қосылсам деп армандайтын болады. Соған қосылып, соның астында күн көру дегеннің уже былай айтқанда психология әртүрлі уже нелер шығады. Бұл жерде мынау шығып жатыр ғой. Жалпы спорт деген дүние ол мәдениет. Біздегі спорт ол жаңағы ерекшелену деген сияқты. Спорт ол өнер. Оны біз сол деңгейден түсіріп жіберіп тұрмыз ғой. Жаңағы бас тарту дегенде де сол. Одан кейін жалпы мына нәрсе бар. Жалпы жаңағы бір адамның бас тартуы, мысалы, жай радикализмге кірмеген адамда спорттан бас тартуы мүмкін. Мысалы, карьерасын аяқтауы мүмкін, бас тартуы мүмкін. Оны біз ондай бір деңгейге шығармаймыз. Ал жаңағы атың шықпаса жер өте деген сияқты мен ақиқатты таптым, осындай дінге кірдім, содан кейін спортымды тастадым деген дүниеде де біз оны қарауымыз керек. Яғни қанша адам солай спортын тастайды. Сосын жалпы спорттардың өзін, спорт саласының өзін әртүрлі категорияларға, әртүрлі бағыттары бар ғой. Әртүрлі нелері бар, жаңағы түрлері бар. Сондықтан оларды да қарау керек. Мысалы, қайсы дұрыс. Мысалы, кейбір кездерде әйел азаматтардың болмысына келмейтін спорт түрлері болуы мүмкін. Онда мысалы біз объективті түрде талқылап көруіміз керек. Мысалы, екі қыз жаңағы неге шығып алып, шаршалаңға шығып алып, бір-бірінің шашын жұлып, бетін тырнап жатса, ол мысалы оның характеріне жарай ма деген сияқты. Сондықтан ол жағынан да қарау керек. Сондықтан да жалпы алған кезде бір мәселеге тек бір жағынан баға беру біздің қоғамда бір белең алып бара жатқан бір дерт сияқты да. Оны бір ортаға салып, жалпы оң жағын, теріс жағын, оның үстіне мысалы ол қыз қалай келді, не үшін келді, ол жаңағы бет аузын неге жабады, одан кейін жаңағы жалпы олар не мақсат етеді онымен. Керісінше мысалы ол жаңағы дінге кіру арқылы, солын жасау арқылы исламофобияға көбірек қызмет етіп жатқан жоқ па? Мысалы ол неге оған өйтіп сұхбат береді деген сияқты нәрселердің барлығын қарастырып көруге керек сияқты. Өйткені қоғамда қазір шын айтқан кезде маргиналды, жаңағы нейтралды топтар бар. Ол әртүрлі, мысалы сол қыздан сабақ алып, қаншама қыздар соған еліктеуі мүмкін деген сияқты. Танымал адам екен, демек оған артынан еруге болады деген сияқты сеніп қалатын жағдайлар бар. Сондықтан да мінекей мынандай азаматтармен, сол салада жүрген азаматтармен жаңағы кейде сұхбаттасу, соны түсіндіру қажет, өте бір қажетті тақырып деп ойлаймын бұл. Иә, енді Ильдар мырзаны шақырып отқанымыз да сол себептен ғой. Өзі спортшы, әрі діндесіз, исламға келген. Иә. Дінге қалай келдіңіз? Сізде ешқандай мәжбүрлеу болған жоқ па? Жаңа енді ағаларымыз айтып жатыр ғой. Спортшылар туралы, спортшылардың дінге келуі туралы. Сіз өзіңіз қалай келдіңіз? Мен негізі студент кезімізде біз жаңа одногруппниктармен дейді ғой, солармен жұма намазына барып тұратынбыз. Хотя, например, олар әкетіп бара жатқан жақсы спортшы емес. Олардың мысалы жанұясында сондай тарағанда жаңағыдай жұмаға бару, Алланы еске алу мысалы. И сонымен жаймен деп спортпен айналысқан кезде, уже жарыс болған кезде, мысалы бойдың алдында кішкене андай бір қобал жейсің, бір какой-то үміт күтесің, там тренерға қарайсың. Бірақ түсінесің да, рингқа кірген кезде тренер кірмейді сенің бірге. Сен өзің ғана өз противнигіңмен бірге қаласың да, мысалы.
сондайда кішкене андай бір не бар ғой выражение в падающем самолете атеистов нет дейді ғой. Вот сол кезде мүмкін бір Аллах тағаланың бір белгісі ма іздейсің да бір қолдауды. бір қолдау іздейсің. Мысалы Аллаға сен, дұға тіле, ол көмектеседі, қолдайды дегендей. И сонда уже түсінесің да, сонда иман күшейеді мысалы. Сонда уже менде осындай болды. Осы жарыс өтсем, намаз оқып деген даже сондай мысалы ойлар болды. Өз-өзіме айтып. Құдаймен саудаластыңыз маған қолдасаң мен саған қол боламын деген. Сосын ол жарыс өтеді, қуанышпен бәрі бітеді, мысалы ұмытып кетесіз. Келесі жарысқа келіп дайындалған кезде 3 айдан кейін тағы соны еске аласың, айтасың, осы жарыста мен точно енді бастайын деп мысалы. Бізде де сондай студенттер болады, дүйсенбі болса сабақ оқимын дейді. Менде мысалы сонда өмірінде бір қиыншылық болды, Жәке бауырымыз біледі. И сонда уже вот уже когда сотталардың алдында мен уже намазға жығылып, Алладан дұға тілеп, бір жақсы хороший результат күттім да мысалы. Но Аллахтың қалауымен маған 8 жыл срок берді, мен түрмеге түстім, аман есен Аллаға шүкір шықтым мысалы, аман есен. И шыққан бетте де мысалы спортты тастамадым. Мысалы менің спорт түрім аралас жекпе-жек, ММА. Шығасында и төбелесесің, қолмен аяқпен мысалы разница жоқ. И енді 5 саусақ бірдей емес қой, адамдар әртүрлі болады. Біреу айтады төбелеспе, ол харам, адам ұруға болмайды мұсылманды. Біреу айтады енді егер де қолдарында защитный перчатка болса, ауыздарында капа болса, егер де бойдан кейін бір-біріне бір какой-то бір ненависть, ренжіс болмаса, егер де өз-өзіңді дамытам десең, Қазақстанды, өз жеріңді әлемге танытам десең, болады деген мысалы. Мен мысалы арада 7 жыл отырып шығып мысалы, енді отырған мәселем тоже андай да, ни за что дейді ғой, просто ненужное время, ненужное месте оказался. И шығып өзіме де и басқа адамдарға да бір просто хотел доказать, показать, мен мысалы мұсылман болсам да мен адам болып қалдым. Мысалы мені спортсмен деп мысалы уже все списали со счетов, но я вам хочу доказать, да, что түрмеде отырғаннан да жақсы адамдар бар мысалы. Спортта жүрген болса да олардың арасында жақсы адамдар бар мысалы. То есть можно совмещать, да, быть осужденным, быть мусульманином, быть спортсменом, быть просто порядочным человеком. Болды ғой мысалы. Вот. И поэтому, например, маған лично өзіме сондай спорт саласында жүруге мысалы кедергі ешқандай болған жоқ. Наоборот, иманың күшейеді, уже біраз нәрсе түсінесің, бір какой-то бір жарты сағат қолым бос болса, уже кітап оқып, кішкене бір лекциялар тыңдап, кішкене уже иман күшейтіп, кішкене уже андай, сондай да мысалы. Но бірақ қазіргі таңда мен уже бір 3-4 ай болды, уже спортты қойып кеттім. Кәсіби мансабымды аяқтадым. Қайткенмен де мысалы мен футбол ойнаймын әлі, жарысқа шығамыз, барамыз. Жаңағыдай врестбол деген ойын бар, прям күресуге болады, бірақ баскетболға кольцо доп саламыз. Сонымен мысалы күресем, спорт жаныңда әрдайым. Спорт жанымда мысалы күнде спорттан мысалы шықпаймыз. Даже бойға дайындалады біздің жас балаларымыз, өзіміздің інілеріміз, біз барамыз, соларға спарринг партнер болып көмектесеміз мысалы. Кейбір жас балалар шығады, вот спортпен айналысқым келеді, бой керек дейді, жаңа президент лиги жаңағыдай солармен связьдасып айтамыз, мынау жақсы спортсмен болады, соны алыңызшы. То есть үлесімізді қосамыз да мысалы сол жаңағы спортқа. Бұл жерде енді мынандай емес тұр ғой, Әйгерім қарындасымыз, мынау жалпы дін деген дүние ол адамның жан дүниесіне әсер ететін дүние болып тұр ғой. Сондықтан да мысалы жаңағы інімізге қандай әсер етті, қасындағы достары деген сияқты, одан кейін жаңағы өзінің спорттық карьерасындағы кейбір жаңағы сенімдері. Былай қарасаңыз, кез келген спортсмен ондай ситуациямен бетпе-бет түсуі мүмкін. Ол кезде оның қасынан қандай діндар табылады? Сол үлкен мәселені шешіп тұр ғой. Егер сол жерде мысалы дұрыс бағыттағы дін, дұрыс бағыттағы өзінің жағын жанашырлар болатын болса, ол сол дінді өзінің жаңағы қалыпты өмірмен байланыстырып, құндылықтарын жоймай, ақырында барғай жалғастырып, жаңағы ұстанып кете береді.
иланымыз сияқты. Ал енді жаңағы теріс ағымдағылардың өкілдері түсіп қалатын болса, және ондайға сондай уағыздар тыңдап қалатын болса, сосын жаңағы өмір мәнді көзқарастары өзгеріп, бүкіл құндылықтарын бір жаққа. Бұл жердегі нәрсе не? Бұл дінді тыю емес, менің ойымша, дінге тыйым салу емес. Мүмкін спортсмендердің арасында ұлттық құндылықтарға, ұлттық дәстүрімізге сай сенім негіздеріне де көңіл бөлу керек деген сияқты. Өйткені олар сол өзінің дінде жүріп басқа дінге өтіп кеткен жоқ қой. Олар соны түсінбей жүріп дінге келдім деп ойлайды. Сосын айта кетерім бар да, мысалы біз мысалы спорт салада жүрміз да, енді өмірдің арғы бетін бергі бетін біраз жерін көріп тастадық. Енді біраз адамдармен сөйлестік, араластық. Өмірдің арғы беті деген басқа түсініп қалмасын. Ол деген не ғой, мысалы көп нәрсе ол окружениедан байланысты. Мысалы сол ортаға байланысты. Ортаға қандай орта болады? Мысалы бізде Қазақстанның мысалы танымал боец бар, Сергей Морозов деген. Өзі христиан діннен шыққан орыс бала мысалы да. Но бірақ ол мысалы қазақтардың арасында жүріп, мысалы Кавказ балаларының арасында жүріп, сборда жүріп, мысалы бойда, жарыстарда бірге жүріп, қазіргі таңда ислам қабылдап 5 уақыт намаз оқып жүр мысалы. Ол неге? Оны мысалы кім келді? Оған ешқандай мысалы жаңағы радикал, басқа ағым діндері балалар келген жоқ. Өз сияқты қарапайым спортсмен балалар. И менің ойымша, мен білмеймін, енді ол бір жағынан Алла тағаланың құдіреті ғой, мысалы, милость Алла. Жоқ, ол жаңа мен айтып жатқан сияқты, ол адамның ішінде дінге деген қажеттілік бар ғой. По-любому ол бір күн болмаса бір күн шығады. Біреу мысалы авариядан кейін келеді, біреу мысалы басына бір қиыншылық түскеннен кейін келеді, біреу мысалы түрмеге түскеннен, біреу больницаға түскеннен кейін келеді мысалы. Или біреу жаңа просто так ойланады өмір туралы. Осы өмірде не үшін сүріп жатырмын? Сол кезде біреулер қасынан табылады. Мынандай деген сияқты. Соның үшін жаңағы сіз айтып жатқан мәселе өте дұрыс, ол орта деген мәселе. Бірақ бізде бір проблема бар, мысалы спортсмендердің ішіндегі жаңа дінге сенім мәселесін тренерлер бір үйлестіріп, мемлекетпен дін бөлінген ғой. Сол үшін де мысалы сол аудиторияларда бір құндылықтық бағытта дұрыс бағытты қалыптастыруға ондай мүдделі топтар жоқ та. Ол просто өзінің ағысымен кому как, когда деген сияқты, енді как попало деген сияқты, даже біреумен түсіп қалады, или жаңағыдай өзі келеді, содан кейін кетіп қалғаннан кейін біз ой болып кетіп қалыпты, ол бәрін тастапты деп уже өкініп, енді оны жаңағыдай қайтара алмайтын жағдайда. Ал шын мәнісінде соған дейін ол қыз баланың жан дүниесімен ешкім жұмыс жасаған жоқ, тренерлер мүмкін жаңағы психологиялық дайындаған шығар, бірақ оның рухани қажеттілігі туралы бағыт бағдар берген жоқ деген сияқты. Сол үшін де мүмкін сондай жағдайға түсіп қалған. Яғни былай айтқан кезде бір сол қызды жай ғана кінәлай салу дұрыс емес. Ол жерде қоғамның да ортаның да кінәсі бар. Ол жерде тренерлердің де кінәсі бар. Ол жерде мамандардың да кінәсі бар, ата-ананың да кінәсі бар. Өйткені неге? Өйткені ол қаншама соған тер төкті, соған қаншама еңбектенді, оның рухани ізденістері бар. Сол рухани ізденістерді біз жауып қойып жүрдік. Ал бір күні ол өзі соны жасады, өзінің таңдауын жасады. Біз енді өкініп отырмыз. Неге ол солай таңдау жасайды? Өйткені біз оған басқа альтернатив ұсынған жоқпыз. Жанында жаңа айтып өттіңіз ғой, жанында жақсы адамдар, соған жол көрсететін адамдар болса, мүмкін біз айтып отырған радикалды спортын тастамас еді. Жоқ, меніңше ол жерде мәселе Айгерім мындай, ол спортты тастауында мәселе жоқ. Ол жаңа сіз айттыңыз ғой, спорт тастаса себептермен тастаған шығар, бірақ бұл жердегі мәселе дін үшін тастау. Дін үшін емес, агрессивті діни идеологиясын араластыра отыра, соны жариялай отыра, көрсете отыра, ол қателік. Оған біз уже тоқтау саламыз. Бүгінгі подкастында негізі бір тетігі сол ғой, негізі ашқымыз келген. Спорт дегеннен шығып, негізі менің қарауымша кеңшілігі, бұл салада мен нақты айта аламын, деструктивті бағыттар бойынша проблема жоқ емес. Бар, ауру жасырмау керекпіз. Бар. Неге? Қазақстанның атынан шығатын болсаң, елім деп сондай былай айтқанда жүрегіңді, еңбегіңді бәрін терін беріп тұрсың, бірінші орын алдың, гимн ойнаған кезде қолыңды неге қоймадың? Қоймайды. Хадис сахих омардан келген қайда қоясыз? Жоқ, мынау деген жүректе сен тек қана Аллаға ұстайсың, Аллаға арналу керек, сен жаратқан Құдай тағала. Мынау дүниедегі музыка, ол көрдіңіз бе, ол деструктивті методпен қабылдатып соны сіңдіргеннен кейін сенің туыңды көтере берсін, ішкі жан дүниесінде оның жанашырлығы, патриоттығы түкіргені бар сізге. Осыдан сақ болыңыз. Осы нәрсе бізде реттелмейінше далбаса болады ау.
тек қана спортты, жаңа мен сөздің басында айтқан дүние, біз спортты мәдениет ретінде, бір өнер ретінде емес, жалпы спортты басымдық ретінде, өктемдік ретінде пайдаланған кезде, ол спорттың да қадір кетеді, діннің де қадір кетеді, халықтың алдында да исламофобиялық әрекеттер болады. Мысалы, исламға кірсін, дінге кірсін, ешкімнің қайшылығы жоқ, әркімнің жүрегі бар, ол жүрек бір құндылықты қажет етеді, дінді қажет етеді, оны сіз тыйым сала алмайсыз, ол тиіп қойсаңыз да іштей сенеді ол. Сондықтан да дінге тыйым салу мүмкін емес. Бірақ оны түсіну керек та. Мен мысалы исламда жүрмін, ислам қандай құндылығы бар, жақсылығы бар, пайғамбарымыздың өмірінде қандай мысалдар бар, адамдардың ең жақсысы адамдарға қолынан және аузынан зиян тимеген деген хадисті оқып алып, қолымен зиян, аузымен зиян тигізіп, іс-әрекетімен жаңағы қылмысымен зиян тигізіп жатып, өзін мұсылманмын деп атаған кезде, ол шын мәнісінде мұсылманшылыққа үлкен зиян келтіреді. Жаңағы Жандәулет айтқан сияқты, үшінші тарап қарап тұрған, олар жаңағы тәңіршіл, атеист немесе агностик сияқты. Міне көрдің ба, мұсылмандар террористер, мұсылмандар өздері дін деген просто саясат, мұсылмандар деп отырған осындай қатыгез, қантөгіс деген сияқты. Бүкіл әлемдегі мұсылмандардың исламофобиялық жағдайға, шабуылға ұшырауына кейде өзіміздің сол өзін мұсылман санайтын жігіттер себеп болып қалды да. Жаңағыдай мысалы бет аузын бүркемелегеннен кейін, қара жапқаннан кейін көзін ғана көрсін. Мысалы шариғат бойынша бетін жабудың қажеті жоқ. Әуре жерге саналмайды. Өйткені тану керек ол адамды да, білу керек, сен туысың ба, қарындасың ба, әйелің ба, білмейсің ғой сен. Сондықтан да ол нәрселерді үрей тудыру, қоғамда үрей тудыру арқылы және спортты да жек көрінішті қылып көрсету, менің ойымша бұл енді қазіргі кезде мынандай бір дерт бар ғой. Анау хайп дейміз ба, танымал болудың жолдары дейміз ба, атың шықпаса жер өрте дейміз ба, кейбір кездерде біздің танымал азаматтарымыз сондайға да ұрынып қалып жатады. Шын мәнісінде дінде ондай нәрсе жоқ. Дін деген дүние ол рухани ғой, рухани мәселе, Құдаймен арадағы байланыс. Жаңағы ініміз айтқан сияқты, сеніммен, сен мысалы шынымен де өзің дайындалдың, бүкіл шарттарды орындадың, енді саған как будто бір ғайыптан бір қолдау керек сияқты да, ол кезде сенде басқа выход жоқ, бірдеңе жетпей жатқан сияқты. Сол кезде сен міндетті түрде оған сенесің, өйткені сенбесең сендіреді деген сияқты, немесе уверенность керек. Сондықтан да ол діннің мұндай бір жақсы мәселелері өте көп. Яғни іштей жұбату, немесе тіпті кейбір кездерде болады, сен қол жеткізген, талпынған нәрселеріңе қолың жетпей қалды спортта. Сол кезде сен мысалы өзіңді өзің жеп, өзіңді өзің жаңағы кеміріп қоймай, бұл мүмкін Құдайдың маған беріп жатқан сынағы шығар, ары қарай жұмыс істеу керек шығар, ары қарай талпыну керек шығар, мүмкін келесі жолы нәсіп болар деген сияқты. Жаңағы сабырға келу үшін де діннің пайдасы зор. Психологиялық жағынан да пайдасы зор да. Бірақ оның біз дұрыс жақтарын емес, жаңағындай теріс жақтарын хайп түрінде, жаңа танымалдықты жер өтеген түрінде кіргізіп алғаннан кейін, шын мәнісінде бұл бір жағы бұл нәрсе, енді спорт жағы. Екінші жағынан шынымен де қоғамда бұл радикалдық деструктивтілік бағыттар деген дүние, жалпы қоғамдық қандай қатынасында болмасын, спорт болсын, тамақ болсын, тағам болсын, өнер болсын, жаңағы айтыс болсын, әншілік болсын, көбінесе зиян келтіріп жатыр. Сонда мысалы егер радикалдағылардың көзқарасымен қарайтын болсақ, біз сонда мемлекет бола алмаймыз. Өйткені мемлекет болу үшін тек қана діндар болу жеткіліксіз. Ол жерде барлық мемлекеттің мүшелері керек, ол жерде әнші де керек, ол жерде театр да керек, ол жерде заң да керек, ол жерде экономист те керек, ол жерде мұғалім де керек, ол жерде дәрігер де керек. Қазіргі мемлекеттің формасы, мысалы қазіргі әлемнің мысалы Ауғанстанға күмәнмен қарап отырған себебі де сол. Мысалы талибандар ертең сондай мемлекет құра ала ма, жоқ құра алмай ма деген сияқты. Немесе есірткіні бидайға айырбастайық деген сияқты орта ғасырдағы. Ол болмайды қазіргі мысалы мемлекеттік жүйеде. Сол үшін радикалды бағытқа кетіп қалған азаматтың өзі ойлану керек қой. Бұл мемлекетте қандай система бар? Бұл мемлекет болу үшін қандай құндылықтарға көңіл бөлу керек? Жақсы, сонымен қатар мен өзімнің дінімді қалай сақтап қалам деген сияқты. Сонда бар дүниені де құртпаймыз, өзімізде ешкімге жексұрын болмаймыз, дінді де жексұрын қылмаймыз, шығатын жолдар бар негізі. Бірақ өкінішке қарай жаңа мен айтып отырмын, бір жақты кінәлауға да болмайды. Біз мүмкін дұрыс бағыт көрсете алмадық. Әлемде 57 мемлекет бар, мұсылман мемлекеті, ислам ынтымақтастығы. Ол жерде спортсмендер жоқ па? Бар. Мысалы Кавказдағы мұсылмандар мұсылман емес па? Дағыстандағы мұсылмандар мұсылман емес па? Олар жасап жатқан жоқ па? Олар неге онда түсінбейді? Сондықтан да бұл жердегі нәрсе салыстырмалы түрде қарау керек та. Және кішкене кругозор да керек адамға. Тек қана жаңа білек күш емес. Қазақта да сондай бір сөз бар, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Спортсмендердің өзіне білім көбірек әсер етеді. Күштен қарағанда айла тәсіл, білім, технология, өнер ол көбірек көмектеседі. Спортсмендер оны жақсы біледі. Ал күшке ғана, қара күшке салатын болсаң, тактикалық тұрғыдан жеңіліп те қалуы мүмкін. Сондықтан да ол жерде осы нәрселерді бағыт-бағдар беретін енді тренерлер болсын, біз енді осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру. Бұның бір жағын қарасаңыз, бізге де бір не беріп жатқан сияқты.
жетіле түс деп жатқан сияқты, сендер мына жаққа көңіл бөліңдер деп жатқан сияқты. Яғни біз ертеңгі бағыт жұмыс бағыттарында мемлекетте осы бағыттарға көбірек көңіл бөлу керек. Түсіндіру жұмыстарын, содан кейін мысалы біздің мынау шынымен де біздің байрағымыз желбірейтін өзі екі жағдай ғой, бір мемлекет басшысы, екінші спортсмендердің жеңісі. Сондықтан спортсмендердің рухани күшті болуы, сенімдің күшті болуы, дұрыс болуы, мемлекетке жаңағыдай жанашыр болуы, патриот болуы, бұл біздің бет-бейнеміз. Шын мәнісінде жаңағы өзіміз құрметтемейтін болсақ, біз онда өзіміздің болмысымызды жоғалтып аламыз. Және онда басқа мемлекеттің атынан шық, бірақ басқа мемлекеттің атынан шықсаң да бәрі оның туын көтеріп шығасың ғой. Егер ол туын көтеріп шықпасаң, не үшін шығасың онда? Солай ғой, иә? Туды мойындамайтын болсаң, әнұранды мойындамайтын болсаң, ондай болатын болса, не үшін мемлекеттің атынан сайысқа қатысып отырсың? Бар да төбелесе бер басқа жақта. Сондықтан да бұл жердегі мәселе осы нәрселерді түсіндіретін де бір кезең келіп қалған сияқты да. Сол үшін жаңағы мынау спорттың өзінің ішінде жүрген көзі қарақты мықты жаңағыдай тұлғалар бар ғой, кезінде чемпион болған, кезінде жаңағы олимпиада чемпионы болған, кезінде жаңағы сондай бір танымал болған, сондай рухы, қазір мысалы Ардақ ініміз Назаров, иә, сол кісі мысалы қаншама рухани тәрбие беріп жүр жастарға. Сондай азаматтарды, Ерекең сияқты мысалы жігіттерді бұрын соның ішінде қайнаған, сол жаңағы өзінің тәжірибесімен бөлістіріп, көбірек кездесулер ұйымдастырып, балаларға жаңа тәрбие беретін болсақ, ертең солар соған қарап бой түзейді. Ертеңгі жаңа радикалды көзқарастар келген кезде, менің ағаларым да намаз оқиды, менің тренерім де намаз оқиды, сен айтып отырсың деген сияқты қарсы иммунитет пайда болады да. Біз оларды өз бетіне, өз ақысына қалдыратын болсақ, ертең осылай әркімнің артынан бір жоқтап отырамыз. Ол қоғам үшін, мемлекет үшін үлкен шығын, үлкен жоғалту ғой былай қарағанда. Енді біз қазір салдарын айтып отырмыз ғой, себебіне келейікші. Спортсмендер күніне қанша сағат тренировка жасайды, жаттығу? Таңертең и кешке ғой, получается таңертең где-то 1,5-2 сағат, и кешке там 2,5-3 сағат. Сіздердің мысалға теологиялық кішкене діни білімдеріңізді арттыратын уақыттарыңыз бар ма? Мысалға менің ойымша ол кісілердің уақыттары жоқ, шетелде жүреді көп, особо жоқ. Содан кейін көп оқымайды, көп мүмкін діни білімге асықпайды. Біреу келіп жанына келіп, енді брат дейді ғой, брат былай істей салайық, брат намаз оқиық, жүр жұмаға барайық. Содан кейін өзінің білгенін айтады, оқығанға қарағанда тыңдаған жеңілірек сияқты. Соны тыңдайды, соны брат болып жүреді да. Жаңағы 19 жасар бір әнші бар, соның кеше сұхбатын көріп отырмын, айтады, сен кімді үлгі тұтасың дейді. 19 жасар баланың сұхбаты. Сол айтады, мен дейді кожаный куртка киіп алып, жаңағы сақал өсіріп алады дейді, жаңағы барсетка асылмаған, сөйтіп ораза кезінде дейді, ауыз ашарға келген кезде жаңағы авторитет болып кіріп келеді дейді. Жанында орамал таққан әйел бар, сосын әйеліне айтады, ана жаққа барып отыр деп. Сөйтіп аузубилля, субханалла, альхамдулилля деп сөйлеп отырады дейді. Сондайларға қарап қызығам дейді. Енді жастар қызығады. Жаңағы сол келеді, тура сондай пішіндегі, сондай жаңағы кожаный куртка киіп алған адам келеді да, брат, жүр жұмаға барайық. Содан кейін басталатын сияқты осы нәрсе. Білмей тұрған адам бірге барады да, тыңдайды, айтады ғой, кімді қоршайсың, сол адамның, өзіңді кіммен қоршайсың, сол адамның әдебін аласың, сол адамның әдетін аласың, не кітап оқисың, соның ішіндегі заттармен толығасың дейді. Сондықтан себебі осы дегенмен. Жандәулет мырза, қалай, келісесіз бе? Сіз батыстың адамсыз ғой, мен әрі батыстан деп жаңағы радикалды топ өкілдері көбірек шығады деген бір кішкене ұғым бар. Енді сәл тарихты мысалы қарайтын болсақ, радикализмнің пайда болу кезінде мына салафилік, псевдосалафилік идеологияның тарауы да мына 19 ғасырдың басында ғана тарай бастады ғой өзі, жақында ғана осы деструктивті бағыттағы қазіргі етек алып отқан біздің қоғамда. Ол жаңағы сол араб еліндегі Хашим деген, Хашим без Наджид деген қаланың өкілінен шыққан. Және сол жерде айналасын топтастырғанда деструктивті бағытта осы идеологияны сол былай айтқанда біздің қазақ елінде шамалы батылдау және тікелеу айтатын, шамал дөрекілеу батыс деп айтамыз ғой аймақтарда көбіне. Сол секілді ол араб халқында сол жаңағы аймақ, Неджид аймағы, сол арабтардың ішінде шамал дөрекілеу, батырдау, атқа мініп қонып кете салатын, жаңағыдай тұра салатын, шаба салатын, не екен батыр, бұл айтқанда сондай өжет халық болған сол аймақ.
сол үшін сол жерден бастап пайда болып жамағат пайда болып артынан қол жиналған. Сосын анау келіп уже анау дұрыс емес, ол кезде енді Осман империясының билігі тұсы болды ғой. Соған мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп идеологиялық уже әртүрлі теологиялық тартыстар басталып, жамағат жинап алғаннан кейін. Сондықтан бұл жерде енді әрине спортсмендердің арасында енді ол сауатсыз жағын менен гөрі практикалық тұрғыда Елдар мырза жақсы біледі ғой оны. Бірақ менің пайымдауымда енді көбіне олардың уақыттары бола қоймайды. Және ол жаңа кеңшілік ағамыз айтқандай, олар гуманитарлық тұрғыда қатты бір немес, дарынды адамдар емес қой. Олар енді күш атасын танымайды. Қазақ не дейді, күш атасын танымас дейді. Спортсмендер осыны тыңдап бізге ренжіп. Жоқ, ренжу емес. Ол жерде бар, бірең-сараңдар бар. Қай спортсменді көрдіңіз? Ақын, жазушы болып жатқан. Бар бірең-сараң. Көбіне ол кітап оқуға дайын жаңағы отырып. Ол адам былай ғой, кім Айгерім, бір адам өзі жұмсақ мінезі, ол күйге баруы мүмкін, домбыраға баруы мүмкін, гуманитарлық салаға барады. Бір адам өз қатты өжет, жамал денелі, ол әскери салаға барады, спорт саласына барады деген секілді. Бой 2 метр күш тасып тұрған, ол жаңағы атын етпейді, қобыз тартып отпайды ғой, скрип тартып отпайды, ол келмейді ол адамның табиғатына. Сондықтан да бұл жерде де біз қарауымыз, спортсмендер көбіне кімдер болады, значит ол не физикалық тұрғыда өзін дайындаған, физикалық күш қабілеті бар, психологиялық тұрғыда сол күшті болуға дайын. Жаңа енді мына жерде теология, рух мәселесін алып келген кезде ол енді бар бірең-сараң. Бірақ ол жерден де біз қарау керек секілді, меніңше кеңшілік қалай ойлайды. Денені ғана шынықтыра бермей, миға да күш түсірейік деп қойсаңызшы. Ол еще андай нәрсе ғой, мысалы көп балалы ата-аналар бар ғой, олар өз балаларын қарайды, мынау дене бітімі там борецке ұқсайды, мынау борец болмайды, мынау боксер болады, мынау бала там мысалы ол ақын күйші болады, потому что ешқандай данный жоқ. Олар мысалы семьяда қарайды бала кезінен бастап, и уже там 5, 6, 7, 8 жасынан бастап уже мысалы сол салаға береді өздері. И уже содан бала кезінен бастап мысалы айтады ғой, қалай фундамент қоясың, солай үй саласың. Сол балаға сондай фундамент қойып тастайды мысалы. И балаға да солай мысалы воспитание береді ғой. Сен главное тренировканы істе, чемпион бол, олимпиаданы ол да бар. Бір жағынан қарасаңыз, Елдар мырза дұрыс айтып жатыр. Бір жағынан қарасаңыз, мысалы ата-аналар көп жағдайларда өздері қол жеткізе алмаған нәрсеге балалары қол жеткізсе екен деп ойлайды ғой. Сол үшін мысалы жаңағы әкесі мектепте көп таяқ жеген болса, баласын бірінші сол боксқа беретін шығар. Ертең таяқ жемесін, мен құсап таяқ жеп жүрмесін деп. Ондай да стереотиптер бар. Одан кейін жалпы спортта жүргенде не бар? Спортта жүрген кезде көп жағдайларда жарыс деген, танымал болу деген, атақты болу деген бір аура бар ғой. Адам мысалы жаңағы мен кереметпін, мен осындаймын, немесе жаңағы енді адамның өз спорттың негізгі миссиясы да сол ғой, мысалы чемпион болу. Не үшін чемпион боласың? Чемпион болсаң, сен танымал боласың. Чемпион болмасаң, қатардағы спортсмен боласың. Сондықтан да чемпион болу, олимпиада чемпионы болу, әлем чемпионы болу, болмаса жаңағы енді әр саланың өзінің чемпионы болу деген сияқты нәрселер, оларға белгілі бір не қалыптастырады да, жаңағыдай өзіне сенімділік қалыптастырады. Енді бұны не істейміз? Бұның шешудің жолдары жаңа себептерін анықтадық, салдарын көріп отырмыз. Енді қалай шешеміз деген кезде, жалпы енді спорт біз мемлекеттің бір бағыт ретінде, оны ешкім тыйым саламайды ғой, спортпен айналыспа деп ешкім айтпайды. Бірақ жалпы спортсмендердің руханият мәселесін, спортсмендердің сенім мәселесін, дін мәселесін дегенде, мүмкін осы спорт клубтар арқылы, жергілікті жаңағы мысалы тәрбие беру арқылы, даже ол бала осыны спортқа барған кезде де оған рухани тәрбие беріп отыру керек сияқты ғой, өйткені шынымен ертең ол дін іздей бастайды. Қандай бір жағдайда бір ситуацияларда дінге келеді ол. Сол үшін ол балаға мысалы кішкентай кезінен жаңағы кружокқа барып жүрген кезінен рухани тәрбиені беретін болса, жаңағы құндылық деген нәрсе не, адам деген нәрсе не, жаңағы мемлекет деген нәрсе не, тіпті керек болса дін деген нәрсе не, оның бәрін түсінетін болса, ертең ол танымал спортсмен болған кезде де өзінің бағытынан адасып қалмайды. Өзінің елін, отанын былайша айтқанда тастап кетпейді деген сияқты нәрсе ғой. Сондықтан да енді мысалы радикализмнің ең үлкен трагедиясы сол ғой. Ол мысалы мен мұсылманмын дейді, маған Қазақстан керек емес дейді. Біз бәріміз мұсылманбыз дейді. Ол деген сөз бітті уже. Сені мемлекетпен байлап тұрған ешқандай нәрсе жоқ. Халықпен байланыстырмайды, өйткені халық жаңағындай дүние. Оның істеген істемегесін, ол халық кәпір, ол халық жаңағы жахил, надан. Сондай нәрселермен ол өзін таралап алып кетеді. Одан кейін ол кімге қызмет жасайды? Ол сол өзіне идеологияны сіңірген адамға қызмет жасайды. Сол өзінің мүддесіне пайдаланады.
керек болса жаңағы терактілерде пайдалануы мүмкін, керек болса соғыста пайдалануы мүмкін. Сол күшін мысалы үлкен мысалы полевой командирлер жаңағы радикалдардың сондай кезінде мықты спортсмен болған. Андай еще в первую очередь психолог болады ғой. Не просто адам, потому что любой адамда морально-психологически устойчивый болу керек. Потому что егер де мысалы мен психолог оқыған жоқпын, но бірақ менің жизненный опытым мені үйретті да мысалы психолог болуға. И әрбір саланың мысалы спортсмен болсын, не спортсмен, бизнесмен болсын, адам жақындаған кезде уже примерно түсесің да, бірдеме керек, қандай мәселемен жақындағатыны и не керек та мысалы. Поэтому ол тоже бір айта кететін нәрсе, психологтар жұмыс істеу керек. Өйткені спорт кеңшілігі мен риза болдым. Спорт мәдениет, спорт өнер, спорт басымдық, спорт соғыс емес. Спорт ол мәдениет, мемлекеттің атын шығарады, керек болса өзінің салауатты өмір салтын көрсетеді. Енді елдер бауырымыз айтып отыр ашық. Мен өмірде жаза басып болмайтын жерде болуының салдарынан түрмеге тоғытылдым 7 жыл. Жақсы, 7 жылдан шыққаннан кейін бізде көбіне қалай стереотип? Анау сотталып шыққан. Ойнап отырып шыққан. Байқа, ол адам болмайды. Адам болсын болмасын онымен араласпа дейді. Адам болмау өзінде араласпа деген балам абайлап жүр дейді. Жоқ, дәлелдеп жатыр. Нені? Чемпион болуға болады. Өткенде біз жаңа осы жылдың басында елдермен бірге түзету мекемелерін араладық. Осы қалада, Астана қаласын аралап, сотталғандарға мотивация беріп келдік. Аналар енді әрине риза болып қалды. Жақсы қабылдап, құшақтап, кейбір спортсмендер бар ішінде, елдерді танып, ереке от души саған дегеннен өздерінің шамалы тілдері бар, ол жерден айтпай қойып. Бұл айтқанда мотивация күшті. Ана біреу келіп, мен дайындалып жүрмін, мен тренировка жасап жатырмын, бүйтіп көрсетіп, барған жерлерде өзіне жұмыс орындары бала секілді. Өйткені ол жерде де адам. Қанша сотқар, қылмыскер дей бер, бізде жоқ, ол да ет пен сүйектен жаралған. Ол да қараңғыда өзі қалған кезде жылайды екен. Неге? Өткен сыналып тұр ол да. Сондықтан ереке сізге рахмет. Осындай келіп, әрине дәлелдеу керек. Сізге иншалла алдағы уақытта кітап жазу керек. Әлі көретін жағдайымыз, тәжірибе бұның барлығы. Енді жаңа сіз айтқандай жаңа шешу жолдарын деген кезде пікір қоса кетейін. Жалпы рас, бір жақ біз идеологиялық жағынан түсіндіру жұмыстарын, өзіміздің ұрпағымыздың құндылықтарға сусындап өсуін, одан кейін бір қандай да сырттан құндылық іздемеуіне бір мүдделі болып тұрмыз ғой. Бірақ бүкіл азаматтардың құндылықпен қамтамасыз ету, бүкіл отбасына құндылықты толтыру ол тез бола қоятын шаруа емес. Бәрібір де қоғамда осал топтар болады, бәрібір де қоғамда толыққанды отбасылар болмайтын болады, бәрібір де қоғамда әлсіз психологиялық әлсіз спортсмендер болмасын, басқа да мүшелер болады. Жалпы алған кезде бұның құқықтық жағынан тыйым салу дегенді де қарау керек. Біз мүмкіндік береміз де балаларға, жастар кіріп кетсе не үшін кіріп кетті дейміз. Енді әрине біз мүмкіндік беріп отырмыз ғой. Жолын ашып қойып отырмыз, соған жағдай жасап отырмыз, тыйым салып отырғанымыз жоқ, заң алдында жауапкершілікке тартып отқан жоқпыз. Одан кейін не істейміз ал енді кіріп кетті не істейміз дейміз. Сондықтан да өзіміз есікті ашып қойып, ұрлықшы кіріп кетсе не үшін ұрлық кіресің деген сияқты нәрсе ғой. Сондықтан да есікті жауып, содан кейін барып кірсе сен неге есікті бұзып кіресің деген сияқты нәрсе айту керек та. Есік жауып тұрады, сен неге есікті қиратасың деген. Сондай жауапкершілікті артатындай бір тетіктерін де қарастыру керек та мемлекет. Әйтпесе осылай кете беретін болса ертең біз жастарымыздан айырылып қаламыз. Ертең біз әншілерімізден айырылып қаламыз, ертең біз спортсмендерден айырылып қаламыз. Айырылып қалып жатырмыз ғой. Қалып жатырмыз. Қаншама ертең жетістікке жететін жастарында олар бәрінен бас тартып, кетіп қалып, болмаса арандап қалып жатыр. Потенциалын босқа жақта көріп, мысалы біз жаңа Сирияда қаншама азаматтарымыз кетіп қалды ғой. Олар мысалы сол жақта көбісі өліп қалды. Сол азаматтар мемлекетке қанша мүмкін жаңа үлес қосушы еді. Егер дұрыс уақытында ұстап қалғанда. Ауруын жасырған өледі дейді ғой қазақта. Сондықтан да бұл мәселені көтеру керек. Сондықтан да шақырып отырмыз. Спортшы отыр, өзінің сіздер теориялық тұрғыда өз білгендеріңізбен бөліссеңіз, Елдар мырза басынан өткен оқиғалармен бөліссін деген ой болды. Себебі мен өзім тиктокта, инстаграмда отырамын, көріп таң қалдым. Просмотрлар, қаралымдарды қарап таң қалдым. Онда жазып жатқан комментарийлардың көп бөлігі қолдап жатыр. Дұрыс істепсің, Алланың разылығы үшін жаңағы спортты тастағаның дұрыс болған екен деген сияқты комментарийларды оқыған кезде шыны керек шошып кеттім. Сонда оны қолдайтын адам бар кезде, тыңдармандар бар кезде тастайтын адамдар болады спортты. Одан кейін тағы да бір сөз енді ой келіп қалып жатыр, сөзден сөз, ойдан ой шығады ғой.
жалпы бізде мынау жаңағы тикток деген сияқты, инстаграм деген сияқты әлеуметтік желілердің өзі әр түрлі категориялар адамдарға бөлініп қалған сияқты. Мысалы тиктокқа мен өз басым кірмегенде жақында ғана соны көрдім, бір сілтемелер жіберді бір ұстаздың, соны жаңағы көрем деп кірдім, бірақ қараған кезде менің психологияма, менің дүниетанымыма сәйкес келмейді да, бірақ біз сол жақтарлардан жіберіп алып жатқан сияқтымыз. Себебі біз жастағы тиктокта мысалы ақыл айтатын адам отырмайды, көзі қарақты адам отырмайды, балам олай істеуге болмайды, олай киінуге болмайды, олай билеуге болмайды деп ақыл айтып отырған жоқ. Сондықтан да әр сала өзінің айналасында айналып жатқан сияқты да. Сондықтан да мүмкін сондай бір бағыттарды қалыптастыру керек шығар. Оны да сырт қалдыруға болмайды. Бәріміз мысалы фейсбукта отыра берсек кілең данышпандар да, кілең ақыл айтқыштар, бірақ соның ішінде тиктокта жүр ма деген сияқты. Содан кейін отырып алып балалар неге олай болып кетті деп таңғаламыз да, мүмкін өзіміз үйде де мүмкін дұрыс тәрбие бере алмай жатқан шығармыз деген сияқты. Жалпы алған кезде қызық тақырып, тамаша. Енді бұл жердегі мәселе бір соның біреуді жазғыру, менің ойымша біреуді кінәлау деген сияқты емес. Енді бұл жерде жан жақ қырынан жақтан қарау деген сияқты, бұл проблема шыққаннан кейін оны талқылап көру деген сияқты нәрсе. Сондықтан енді расында мәселе бар. Расында біз шынымен де мүмкін біздің өзімізде сол спортсмендермен көп кездеспейтін шығармыз, мүмкін жаңағындай дәнекер болмайтын шығармыз деген сияқты. Сондықтан да мүмкін сондай бір сұхбаттар ұйымдастыратын шығармыз болашақта, жаңағындай руханиятқа қызығушылығы бар азаматтармен деген сияқты. Бұл да бір қажетті шаруа деп ойлаймын. Келгендеріңізге көп рахмет. Жаңағындай проблема бар жерде оның шешімі де болады. Және де сіз айтып жатсыз ғой, фейсбукта өңкей жаңа ақыл айтатындар отырып алып, тикток бала-шаға өзімен өзі кетті. Біз енді жаспыз ғой, сондықтан тиктокта өзім отырам, тұрақты қолданушысымын, қарап отырам, кім не айтып жатыр. Жаңа сол жерде көзім шалып қалып, бір күнде шешім қабылдап, сіздердің бастарыңызды жаңа қосуға кірісіп кеттім, хабарласып, келіскендеріңізге көп рахмет, келгендеріңізге көп рахмет. Енді біздікі айту, әркімнің бұл жерде субъективті ойы, ешкімге ақыл айтып жатқан жоқпыз. Мүмкін бір-екі жақсы инсайт алып жатса жастар, соның өзіне қуанамыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар.